Мен Түркияға қашып кетіппін ғой, қалқым, естіңіздер ма? Одан кейін байыммен ажырасып кетіппін. Ойпырмай. Мен туралы ақпаратты сәл өзіммен ақылдасып, менің сторисімді көріп, сөйтіп айтсаңдаршы. Негізі дәл осылай жасау керек қой. Өзің туралы ақпаратты, өзің өміріңде болып жатқан нәрсені әркімге әртүрлі қылып айту керек қой. Сонда сен жамандап өсек айтқан кезде бір-бірімен қырылып қалады да. Адам деген пенде, қуам десе дем деген ғой, Қуа беріңдер. Зорсыңдар, молодессіңдар, алға, тайынбаңдар, қайтпаңдар. Бұралық сөз бұтыма, көлденең сөз көтеніме айналайындар. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін бізде тағы да той қазақтың қазынасы дейді. Апта сайын той болып жатыр. Негіз арғы аптаны салыппын, өткен аптаны мүлде салмаппын отырыс жиынымызды. Осы апта тағы да той. Той қазақтың қазынасы дейді. Құдай тойдан кенде қылмасын. 5 тал шашымыздың екеуін осылай жинап, үшеуін жайып алдық айналайындар. Жексенбі, ойбай, ертең сабақ деп бала-шағаны шомылдырып, сабақтарын оқытайын деп абыр-сабыр болып жатсыздар ма? Ондай мияшудан биыл біз аманбыз, келесі жыл қосыламыз қатарларыңызға. Қазір байқасаңыздар бәрінен демалып жүрмін. Өзім кайф, рахат. Білгенімізді істеп жатырмыз. Күнімен ұйықтаймыз, ел жұмыстан қайтқан кезде тұрамыз. Кәдімгі көп балалы ана болып, жауапкершілікті мойынға алып, бірінші, екінші тамақ істеп, первый, второй деп. Первыйға, яғни біріншіге сұйық тамақ, второйға, екіншіге қою тамақ деп. Түннің бір уағында бала-шағаның айтқанын заказ беріп, одан қаса білгенімізді істеп жатырмыз. Түске дейін ұйықтаймыз, кешке дейін есінейміз. Кешкісін тұрамызда түнімен сіздердің тыныш ұйқыларыңызды күзетеміз. Отбасымызбен, кішкентай Расулымызға дейін сағат 1-2-ге дейін жүреді бізбен. Бүгін сәл графикті өзгертейік деп, сәл ертерек тұрып, макияж жасап, прическа жасап, қазір тойға қамданып жатырмын. Кешкі сағат 8-дерде не ішіп алған? 9-дарда ма кеспе көже. Сонымен әлі ұйықтамай жүр бала-шаға. Түнгі сағат әлі шомылады бұлар әлі. Шомыламыз? Түнгі сағат 2-де тамақ сұрайтынына уже үйреніп қалғанбыз. Я.